Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ерғали Ардынов. Бүгін біз сіздермен бірге Pascal ABC біріктірілген бағдарламалау ортасын компьютерге орнататын боламыз. Бұл Pascal ABC біріктірілген бағдарламалау ортасы бізге Pascal тілінде бағдарлама жазу үшін қажет болады. Біз ол үшін келесі іс-әрекеттерді жалпы орындайтын боламыз. Сонымен ең алдымен Яндекс браузерге кіріп, келесі сұранысты жазамыз. Pascal ABC скачать. Міне, бізде Яндекс Pascal ABC біріктірілген бағдарламалау ортасының біздің ресми сайтын тауып берді бізге. Міне, ең бірінші іздеудің нәтижесі ретінде міне осы сайтқа кіреміз. Міне, pascalabc.net бұл Pascal ABC біріктірілген бағдарламалау ортасының ресми сайты. Біз осы жерден жүктейтін боламыз, алдымен жүктеп аламыз, кейін барып компьютерге орнататын боламыз. Сонымен бізге жүктеу үшін келесі іс-әрекеттерді орындау керек. Мынау тұрған скачать батырмасын басамыз, жүктеу яғни. Міне, біз осы жерден жүктейтін боламыз. Мына жерде нұсқаулықтармен танысып алуларыңызға болады. Ал бізге керегі бұл жерден скачать деген мынау батырма. Біз осыны басамыз. Бізде қарапайым жүктеу процесі жүретін болады. Мен бұны тоқтата тұрамын, себебі менде Pascal ABC біріктірілген бағдарламалау ортасының жаңағы компьютерге орнатқыш файлы жүктеліп қойылған. Сондықтан мен бұны қайттан жүктемеймін. Сіздерде осы қарапайым жүктеу процесі жүреді, 66 мегабайт. 66 мегабайттан кейін біз жүктеп болғаннан кейін біз келесі іс-әрекеттерді орындаймыз. Сіздер открыть деген мынау команданы таңдасаңыздар болады, болмаса показать папка, яғни өзі осы жүктелген файл папканы көрулеріңізге болады. Біз олай істемейміз. Менің жағдайымда ол мынау рабочий столға сақталған, яғни жұмыс аймағына сақталған. Енді осы файлды біз ашамыз. Да деген батырманы басамыз. Бұл жерде біз ешнәрсеге тиіспейміз. Далее кнопкасын басамыз. Мына жерде біз осы біріктірілген бағдарламалау ортасын қай жерге орнатуымыз керек, сол көрсетілген. Менің жағдайымда C тілі, кешірім сұраймын, ол бағдарламалау тілдерінің бәрі шатастыра беретін болдым. С әрпін көрсем болды. C деген бағдарламалау тілі бар. Сол есіме түсіп кетеді. Кешірім сұраймын. С дискісі Program Files x86 pascalabc.net деген папканың ішінде орнатылатын болады. Бұл жерде еш нәрсеге тимейміз. Егер басқа жерге орнатқыңыз келсе, мына обзор кнопкасы арқылы қай жерге орнату керектігін сіз өздеріңіз көрсете бересіздер. Мен ештеңеге тимеймін. Далее батырмасын басамын. Бұл жерде де ештеңеге тимеймін. Яғни мынау установить батырмасын басатын боламын. Сонымен бізге орнату процесі жүріп жатыр. Яғни Pascal ABC біріктірілген бағдарламалау ортасын біздің компьютерімізге орнату процесі. Процесс көп уақытты алмайды, өте аз уақыт алады. Мен қазірше видеоны паузаға қоя тұрамын. Мынау Pascal ABC біріктірілген бағдарламалау ортасы бізге орнатылып болғанша, одан кейін біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Сонымен достар, мынау прогрестің де аяқ жағына жетіп қалдық. Міне, готово деген сөз шықты, яғни дайын. Біз енді жабу деген батырманы басамыз. Сонымен біздің Pascal ABC біріктірілген бағдарламалау ортасы бізде компьютерімізге орнатылды. Ашып көрейік. Қазір ашылсын. Міне, біздің Pascal ABC біріктірілген бағдарламалау ортасының интерфейсі, яғни жұмыс аймағы осылай көрінеді. Осындай болады. Біз мына жерге Pascal тіліндегі белгілі бір кодтарды жазатын боламыз, яғни бағдарламаны біз осы жерде жазатын боламыз, ал оның нәтижесі мынау окна вывода, яғни осы шығару терезесінен біз көретін боламыз. Алдағы уақыттарда Pascal тілінде бағдарламаны біз осы бағдарламалау ортасына жазатын боламыз. Осы бүгін сіздерге айтайын дегенім. Сонымен біздің де бейне сабағымыз аяғына жетіп қалды. Сіздермен болған мен Ерғали Ардынов. Сіздерге сәттілік тілеймін.
Сіздерге алла жар болсын. Алдағы уақытта да біз осы Pascal бағдарламалау тіліне байланысты бейне сабақтар шығаратын боламыз. Бәріне сәттілік. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар ағайын.